Отандық және ресейлік дәрігерлер бүгін аса ауыр операция жасады. Ақ халаттылар 66 жастағы ер адамның миындағы қатерлі ісікті алды. Операция оңайға соққан жоқ. Бастағы ракты жою үшін арнайы қондырғы қолданылды. Өмір мен өлім арпалысқан сәтке Қорған Төреғожа куә болып қайтты. Жаңа аппарат адам басындағы жүйке жүйесін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Бұрын қалай еді? Дәрігер қатерлі ісікті алу үшін мидағы нервті өзінің білігіне, тәжірибесіне сүйеніп анықтайтын. Ол кезде қатер де басым болатын. Ал жаңа қондырғының көмегімен қауіп сейіліп, операцияның уақыты 3-4 есеге дейін қысқарады. Мидағы ісік жойылғасын адам аттай шауып кетеді деу қиын. Себебі барлық жүйке жүйесі баста орналасқан. Алда-жалда бір нервке зақым тисе, науқас күні ертең сөйлеуден де қалуы бек мүмкін. Сондықтан ақ халаттылар мына монитор арқылы жүйкенің қалайша орналасқанын жаңылмай тауып, қатерлі ісікті лезде жоя алады. Ең бастысы адам өміріне төнетін қатер аз. Для поиска нервов. Нерв пен ісік нүктелері бір-бірін ұқсайды. Жүйкенің сау және ісікке шалдыққан тұсын анықтау білікті хирургтың өзіне қиынға соғады. Нейромонитор бұл тұста көп көмегін тигізеді. Былайша айтқанда операцияны жеңілдетеді. Бүгінгі таңда Америкада қатерлі ісікке қарсы клиникалардың барлығы осы бір нейромонитормен жұмыс істейді. Бұл қондырғы болмаса мекемеге лицензия да берілмейді. Ресейде де осы. Ал бізде мұндай аппарат әзірге санаулы ғана. Ресейлік мамандар жыл соңына дейін еліміздегі онкологиялық клиникаларды тағы 5-6 қондырғымен қамтамасыз етеміз деп отыр. Жылына 35 мыңдай адам қатерлі ісікке шалдығатын Қазақстан үшін бұл қондырғы ауадай қажет. Қорған Төреғожа, Марат Диханбаев, Хабар 24, Астана.